Шардара аудандық тәртіп сақшылары браконьерлік пен табиғат қорғау заңнамасын бұзушылардың жолын кесті. Жабайы құстарды заңсыз аулаудың кезекті дерегін анықтады. Ал жедел басқару орталығының қызметкерлері бейнебақылау камералары арқылы 13 миллион теңге берешегі бар азаматты анықтады. Қылмыс топтамасында толығырақ. Сырдария өзен жағасында Көксу кентінің маңында учаскелік инспекторлары Ахатзопром өкілдерімен бірлесіп Opel Vectra маркалы автокөлікті тоқтатты. Түнгі сағат 23:20 шамасында автокөліктің салонында Шардара ауданының тұрғындары, яғни жүргізуші мен 3 жолаушы болған. Заттай дәлел ретінде браконьерлердің бір аңшылық мылтық және атылған 2 қырғауылдың еті тәркіленді. Сондай-ақ жүргізушіге қатысты 2 бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Автокөлік айыптұраққа қойылды, сонымен қатар тіркелмеген атыс қаруына сот криминалистикалық сараптама тағайындады. Шардара аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Шардара ауданы Көксу ауылдық округі Сырдария өзенінің жағасынан Opel Vectra маркалы автокөлік тоқтатқан. Аталған автокөлікті тексеру барысында автокөліктің ішінен 2 дана қырғауыл құсы мен тіркелмеген аңшы мылтығы заттай дәлел ретінде алынды. Қазіргі таңда тіркелмеген аңшы мылтығы бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықтық бұзушылық кодексінің 482 бабының 1 бөлігімен процессуалдық шешім қабылдау үшін Шардара аудандық сотына жолданды. Ал Сарыағаш ауданының полицейлері жедел басқару орталығының көмегімен ауданның сот орындаушысынан қаржы мекемелерінің біріне 13 миллион теңге берешегі бар азаматты анықтады. Менің өндірісіндегі Түркістан қаласының тұрғынының иелігіндегі автокөлікті ақылы автотұраққа қою бойынша қаулы шығарып, Түркістан полиция департаментінің жедел басқару орталығының басшысы Сәбитке кіріп, қаулыны орындау үшін беріп өтініш айттым. Қаулыға сәйкес борышкердің атына иеленіп жүрген автокөлік санаулы уақыттар ішінде автотұраққа қойылды. Жыл басынан бері жедел басқару орталық операторлары бейнебақылау камераларын пайдалана отырып, жүргізушілері әкімшілік айыппұлдар мен қарыздарды төлеуден жалтарған 20-ға жуық көлікті анықтаған. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады. Жасурбек Жұматаев, Бақыт Байларов, жаңалықтар.